Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Бүгін біз манпар сорпасын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен ет, картоп, сәбіз, пияз, одай тәтті болгарский және көк пияз қажет болады. Ең алдымен біз қазанымызды қатты отта майымызды 100 грамм майымызды құйып қатты қыздырып, осылай бірінші кезекте етімізді салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Екінші кезегімізде осылай сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Барлығын әдеттегі сорпадай етіп дайындаймыз. Күнделікті ас ретінде де қолдансаңыз болады. Ендігі кезегімізде пиязымызды, тәтті болгарскийімізді және көк пиязымызды салып қуыратын боламыз. Өте дәмді ас, күнделікті ас ретінде қолдансаңыздар болады. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен бұл жерде бір ас қасық тұз салдым. Жарты ас қасық томат пастасын салатын боламын. Барлығын жақсылап қызарғанша осылай қуырып аламын. Ендігі кезекте картопымды саламын. Оны да жақсылап қуырып аламын. Су молырақ етіп құямын, өйткені сорпамыздың суы молырақ болса, ол өте дәмді және астын жай отта қайнататын боламыз. Ендігі кезекте бір бокал осылай суымызды алып, тұзымызды салып, бір шай қасық тұзымызды салып, осылай шайқап ертіп алатын боламыз. Ендігі кезегімізде бір жұмыртқамызды салып, осылай шанышқының, яғни вилканың көмегімен қозғап алатын боламын. Аз-аздан ұнымызды салып, осылай вилкамен жақсылап қамыр илейтін боламын. Бірінші осылай жақсылап қолға жабыспайтындай болғанша вилкамен илеп, одан кейін барып қолмен қамыр, яғни зола етіп қамыр илеп алатын боламын. Жақсылап июі қануы қажет, сол үшін 10-15 минутқа бетін жауып, немесе салапамызға орап қойып қоятын боламыз. Сорпамыз дайын болар кезде осылай 2 лавр жапырағын, 2 дана чеснок, яғни сарымсағымызды және укропымызды қосып қайнататын боламын. Осылай жай отта қайнауы қажет. Түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Дәмін өте керемет қылады. Осылай дайын июі қанған қамырымызды алып, бір тексетіп жайып алатын боламын. Астына осылай ұрпақ сеуіп, июі қанған қамыр өте әдемі жайылады. Кемінде жарты сағат қою қажет. Осылай қамырды қалай жаю әдісін мен алдыңғы видеоларды көрсеткен болатынмын. Егер қамыр жаю әдісін көргілеріңіз келсе, сол видеоларды көрсеңіздер болады. Менде 2 видео бар. Осылай 2 шетін ғана жаятын боламын. Қамырдың жұқалығы қатты жұқа болмау қажет. Міне қамырымыз дайын, қалыңдығын көріңіздер. Қатты қалың болса да піспей қалуы мүмкін, сондықтан орташа қалыңдықта қамырымызды осылай кесіп алатын боламын. Ұзынша етіп барлығын осылай кесіп аламын. Ендігі кезекте осылай көлденең кесемін, өйткені біздің қамырымыз кубик, 4 бұрышты кубик болу қажет. Осылай қамырымыздың бәрін дайындап алдым. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салып, жарты сағатта жай отта қайнататын боламыз. Міндеттерді жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, дәмі өте керемет. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация басып тіркеліп, менің видеоларымды достарыңызбен бөлісулеріңізге болады. Міндеттерді бөлісіп, маған комментарий қалдыруыңызды сұранамын. Біздің осылай жарты сағат қайнайтын сорпамыздың арасын осылай жай қозғап тұрамыз. Күнделікті ас ретінде және қонаққа да өте ерекше ас, міндеттерді жасап көріңіздер. Міне қарап отқандарыңыздай көрінісі өте керемет, дәмі. Менің YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосамын десеңіздер, достарыңызбен бөлісіп комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.